Қыздар, 4 ақпан, Личун, көктемнің басы деп аталатын күн. Бұл күнде депозитімізге, копилкамызға, әмиянымызға ақша салып қойсақ, сол еселенеді, байлығыңыз артады, сәттілігіңіз артады деп көрсетеді. Сондықтан барлығымыз осы техниканы жасаймыз. Барлық белгіге таңғы сағат 4 ақпан күні 07:35-тен 9-ға дейінгі аралықта салсаңыздар болады, барлығына арналған уақыт. Жоқ, маған жеке керек, өзімнің жылыма қарай, өзім уақытымда, жақсы уақытымда салғым келеді десеңіздер, осы мына күндерді пайдалансаңыздар болады. Шыққан жылғы, 8 жылғы осы уақытта салыңыздар деп жазып барлығын көрсетіп қойғам жүйелеп, және қасына түстерді қойғам сердечкамен. Енді оранжевый, апельсин сияқты түс болып тұрған, ол золотистый, қыздар. Оранжевый түсет деп шатастырмаңыздар. Мүмкін золотистыйдың орнына оранжевый кисеңіздер де болатын шығар, ол да мүмкін. Сондықтан шатастырып алмаймыз. Әр белгінің өзінің түстері бар. Біз енді феншуйда түстерді де пайдаланып жүр. Ол түстер өте мықты жұмыс жасайды. Қыздар, шығарыңыздар деп сұрап жүр. Сондықтан депозитке әмиянға ақша саламыз, ол техниканы еселеу жұмыс істеу үшін сол сәтті түсімізді, ақшаға сәтті түсімізді киіп аламыз сол күні. Жіберіп алмаңыздар, жасаңыздар, бай бақуатты болыңыздар және болайық, қыздар.